Бүгінгі таңда кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі бөлім есебінде 5 оқушы, мектепшілік бақылауда 16, тәуекел тобында 68 бала бақылауда тұр. Бұл туралы баспасөз брифинг барысында қалалық білім бөлімінің басшысы Лаура Аманқызы мәлімдеді. Оның айтуынша, тәуекел тобындағы әрбір кәмелетке толмаған балаға жұмыспен қамтудың жеке чек парақтары әзірленеді. Яғни әрбір жасөспірімнің қызығушылығы ескеріліп, соған орай үйірмелер мен секциялар қарастырылады. Ал жазғы уақытта олар тұрақты жұмыспен қамтылады. Осындай профилактикалық іс-шаралар нәтижесінде соңғы 3 жылда балалар арасында қылмыстық құқық бұзушылық пен суицид тіркелмеген. Десе де әкімшілік құқық бұзушылық пен жыныстық қол сұғушылық дәйектері бар. Биылғы жылы жыныстық қол сұғушылық бойынша 5 жағдай тіркелген. Ең алдымен бұл қылмыстардың негізі кәмелетке толмағандардың панасыздығы мен қараусыздығы болып табылады. Яғни ата-аналар бұл балалардың тәрбиесімен айналыспайды. Көп жағдайда бұл балалардың отбасы толық емес, немесе ата-анасы ажырасқан болып келеді. Ата-ана кәмелетке толмаған балаларын тәрбиелеу, оқыту және күтіп бағу жөніндегі міндеттерін дұрыс орындамаса, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жыл басынан бері Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабы бойынша 48 ата-анаға айыппұл салынды. Заңды өкілсіз балалардың түнгі уақытта көшеде жүргені үшін 225 ата-ана жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ кәмелетке толмаған жасөспірімдердің түнгі уақытта ойын-сауық клубтарында жүргені үшін 7 ата-анаға қатысты хаттама толтырылды. Балалардың бос кетуі көбіне қолайсыз отбасыларға тән. Мәселен, жылдың басынан бері кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі комиссия 44 отбасының ісін қарастырған. Көп жағдайда ата-ананың есірткі қолдануы, ішімдікке салынуы анықталып жатады. Біз осы отбасына өз мәселелерін шешу үшін 1 ай уақыт береміз. Әлеуметтік қорғау органдар арқылы жұмысқа орналасуға көмектесеміз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық болған отбасыларды біз ана мен баланың арнайы орталығына, дағдарыс орталықтарына орналастыруға көмектесеміз. Осы отбасыларды оңалтуды жүргіземіз. Жалпы Екібастұз аймағында 35 мыңнан аса кәмелет жасқа толмаған бала мен жасөспірім бар. Олардың 22 мыңнан астамы мектеп оқушылары, 7 мыңы бақша тәрбиеленушілері болса, 5 мыңнан аса студент бар. 704-тен астам бала, 395 ата-ана және 371 педагог жанжалды жағдайларды шешу, тұлғашылық отбасылық қарым-қатынастарды орнату, психикалық денсаулық мәселелері бойынша психологтардың консультативтік көмегін алған. Инара Бенова, Қайрат Құттыбаев, арнайы жаңалықтар үшін.